қалыңдық үшін қыздың әкесіне берілетін сый. Бұл қазақ болғалы өзара сыйластықты арттыру үшін тарту етілетін ежелгі салттың бірі. Оның берілу реті мен тәртібі жеті жарғы заңында бекітіліп қойған. Алайда соңғы уақытта қалыңмал мен мәһірді шатастырып жүргендер көп. Шын мәнінде екеуі екі бөлек дүние. Қалыңмал некенің шарты емес. Мәһір өз алдына берілуі қажет. Үйлену екі жақтың ата-анасының разылығын ала отырып, шариғаттың қойып берген неке шарттарын орындай отырып іске асыру. Бұны қазақ халқында адал неке, ақ неке деп атайды. Енді оның ішінде біз білеміз, қыз баласының өзінің болашақ жарынан, яғни неке қиылу сәтінде, не болмаса неке қиылғаннан кейін арнайы өзіне сый ретінде алатын мәһірі бар. Мәһір ер азаматтың қалыңдығына беруі уәжіп, яғни міндетті болып жүктеледі. Қалыңмал мен мәһірдің айырмашылығына қарайтын болсақ, мәһір күйеудің, яғни өзінің жарының, өзінің әйеліне арнайлап беретін сыйлығы. Оған ешкімнің араласуына хақысы жоқ. Қазақта қалыңмал деген ұғым бар. Қалыңмал деген күйеуінің немесе ата-анасының болашақ құдағайларына, яғни қызды бағып қағып өсірген ата-анасына беретін өздерінің көңіл сыйлығы. Мәһір неке қию барысында әйелге тағайындалатын сыйақы, және ол жеке мүлік болып саналады. Әйел адам қалаған сомадағы затын сұрауға құқылы. Имамдардың айтуынша, мәһірге шариғатта тыйым салынған арақ-шарап пен ұрланған дүние мүліктер берілмейді. Сонымен қатар қалыңдықтың күйеуің өмір бойы жанында болса, бақытты қылса деген қалауы, яғни көңіл әрекеті мәһірге жатпайды. Арнайы заттай, ақшалай болуы шарт. Ал ер адамның мәһірге мүлдем қаражаты болмаса, қалыңдыққа Құран үйрету, шариғи үкімдерге баулуы мәһір болып саналады.